Қазақтар кімдермен ең көп соғысқан? Қазақ халқының тарихы ұдайы күрес пен шекара үшін шайқастарға толы. Тек жаулап алу үшін емес, тірі қалу үшін, ұрпақ үшін, даланың иесі ретінде қалу үшін болған күрестер еді. Алдымен, Қазақ хандығы құрылғалы бері ең басты қарсыластардың бірі жоңғарлар болды. Бұл ел Еділден Алтайға дейінгі кең байтақ аумаққа көз тікті. Ал жоңғар шапқыншылығы Қазақ даласындағы ең ауыр қырғындардың бірі болды. Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама деп аталатын қасіретті жылдарды халқымыз ешқашан ұмытқан емес. Бұл 18 ғасырдың басында болған. Қазақ елі жан-жаққа босып, ұлт ретінде жойылып кетудің аз-ақ алдында қалған. Бірақ 300-дің басы қосылып, бір тудың астына жиналды. Абылай, Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай сияқты батырлар мен билер жоңғардың тегеурініне қарсы тұрды. Бірақ қазақ тек жоңғармен ғана шайқасқан жоқ. Қазақтар соғысқан тағы бір үлкен күш Қытай Цин империясы болды. Жоңғар мемлекеті жойылғаннан кейін циндер қазақ жеріне терең ене бастады. Шыңжаң мен Жетісу төңірегінде шекара айқастары басталып, Қазақ хандығы Қытаймен сауда мен соғыс арасында тепе-теңдік іздеуге мәжбүр болды. Сондай-ақ Бұхар мен Хиуа хандықтарымен де шекаралық қақтығыстар аз болған жоқ. Бұл соғыстар көбінесе сыр бойындағы қалалар үшін жүрді. Түркістан, Сауран, Сығанақ сияқты көне шаһарлар кімге тиесілі болу керек деген сұрақ айналасында талай қанды шайқас өтті. Кейінірек Ресей империясы келе бастады. Алғашында олар саудагер ретінде кірді, артынан бекініс сала бастады. Тобыл мен Омбы, Орал мен Орынбор секілді қалалар айналасына әскер кіргізіп, қазақ рулары арасында алауыздық туғызып, бөліп алда билей бер саясатын ұстанды. Кіші ғасырда қазақтар осы отарлық жүйеге қарсы ондаған көтеріліс жасады. Сырым Датұлы, Исатай Махамбет, Есет Батыр, Кенесары хан бастаған соғыстар осы кезеңде болды. Кенесары Қасымұлының көтерілісі қазақ тарихындағы ең соңғы ұлттық деңгейдегі хандық қозғалыс болды. Ол қазақ хандығының толық жойылып кетпеу үшін жанын салды. Бірақ Ресейдің зеңбірекке толы әскеріне қарсы тек найзамен соғысу тым қиын еді. Тіпті 20 ғасырда да қазақ халқы күресті тоқтатқан жоқ. Алаш арыстары арқылы білім мен саясат майданында шайқасты. Одан кейінгі кеңестік кезеңде де ашаршылық, қуғын-сүргінге қарсы үнсіз күрес жүрді. Тәуелсіздік алғанға дейінгі әр кезең бір соғыс алаңы болды. Бірақ бұл жолғы шайқас тек қылышпен емес, қаламмен, оймен, ұлт санасымен жүргізілді. Қазақтардың ең көп соғысқан жаулары кімдер десек, нақты біреуді ғана айту қиын. Өйткені әр ғасырдың өз жауы болды. Кейде ол сырттан келді, кейде іштен шықты. Бірақ бір нәрсе анық, қазақ ешқашан басқыншы болмаған. Қайта үнемі өзінің еркіндігі, жері, ел үшін күресіп келді. Қазақтың жауы ұлтты жоюға тырысқандар, ал досы ел мен жерді құрметтегендер. Ал бүгінше? Бүгінгі соғыс білім мен технология майданында жүріп жатыр. Жаңа заман батырлары оқытушы, ғалым, өнертапқыш. Бірақ ерлік рухы, бабалар жолы сол күйі ұрпақпен бірге жүріп келеді. Сіз де сол ерлік тарихтың бір бөлшегісіз.